Танчоның жүкті болғанын айтып елдің бәрі тілеулес болып жатыр, құттықтаулар келіп жатыр бізге. Біздің Экомед клиникасының ұжымына рахметін айтып жатыр. Бұның бірден бір бұндай баласы жұптарға бала сыйлап, ажырасайын деп жатқан отбасыларды сақтап қалып жатқан бірден бір еңбек, ол Салтанат Берденқызы Байқошқарова, менің әпкем, соның арқасы. Мен айтқым келіп тұрған жоқ. Перизат Байқошқарова ханым, сіз бізді емдеген жоқсыз. Сіз біздің операцияда болған жоқсыз. Бірақ сіз кабинетте әшейін докторлар отырған кезде айтатын әңгімені бүкіл әлеуметтік желіге бұрқ еткізіп айта салдыңыз. Сол сіздің үлкен қателігіңіз болды. Себебі халықтың бәрі доктор емес. Еще сіз айтқансыз, Елдос сияқты ұрық жоқ бедеу жігіттер бізге көп келеді. Это күнделікті жасалатын операция. Біріншіден, операция жасалмай бедеу деген диагноз қойылмайды. Как доктор сіз оны біліп тұрсыз. Врачебная тайна, медицинская этика деген нәрсе неге жоқ. И вообще мен ол клиникада тегін емделген жоқпын. Ел қатарлы ақшасын төледім, рекламаға деп келіскен жоқпын. Мен от души жасадым. Білесіз ба, от души жасадым. Себебі біз сияқты қанша семья бар. Солар міне біз танитын бағанағы мықты деген врачтарымызға барсыншы, емделсінші, тексерілсінші, может оларда да боқ қалама деген сондай оймен жарнамасын жасап, негізі сіз біздің доктор емессіз, бірақ каким-то образом сіз біз туралы айтып жатсыз. Айтатын болсаңыз, басынан аяғына түсіндіруіңіз керек еді. Елдосқа операция жасатқан жерлерінде бесплодие деген диагноз қойған, бірақ біз өзіміздің аппаратпен, мықты докторлармен операция жасаған кезде, оказывается, ол бесплодие емес екені шықты, ұрық табылды, яғни ұрық жүру жолдары қысылған, соның салдарынан шықпаған деген сияқты толыққанды бір ел түсінетін ақпарат айтуыңыз керек. Сіз тұрғансызда Елдоста ұрық жоқ, және сол сияқты жігіттер күнделікті келеді дейсіз, бірақ оны халық қалай түсінеді? Сіздің тура сол айтқан жеріңізді ғана кесіп алғанда бүкіл әлеуметтік жерге таратып жіберген. Просто сіз білікті маман ретінде, мықты врач ретінде, профессионал ретінде бұндай информацияны дұрыс бас аяғы барғып айтуыңыз керек еді. Және де 8 жыл бұрын, немесе 7 жыл бұрын біз Таншолпан екеуміз сіздің алдыңызға барғанда біздің анализді алмай жатып, біз сізге диагнозды айтқан кезде сіз бізге бала асырап алыңдар, пайда жоқ деп шығарып салғансыз. Содан кейін ең мықты деген Байқошқаровалар бізге пайда жоқ емделгеннен деп айтқаннан кейін біз шетелге бардық. Шетелдің бәрін аралап жүріп айналып келгенде қайттан сіздерге келдік. Себебі сіздерде мықты аппаратпен мықты врачтар бар деген соң келіп бір көрейікші дедік, көрдік, результатын берді. Қазір енді ойбай, Елдоста ұрық жоқ екен, онда қалай қатыны екі қабат болып жүр деп бүкіл ел шулап жатыр. Менің қазір әйелім жылап отыр. Нерв, стресс, депрессия, ол еще екі қабат баланың денсаулығына әсер етеді. Сіздер ондаймен айналысасыздар ғой, сіздер оның бәрін білесіздер ғой. Біз не істейміз енді? Қайға барамыз енді? Мен қалай жұбатам әйелімді? Құрметті оқырмандар, соңғы күндері қоғамда неше түрлі пікірлер айтылып жатыр. Сондықтан үнсіз қалмай өзімнің жаңағы айтатын сөзімді айтқым келіп тұр. Құрметті Елдос, Таншолпан, егер менің видеомнан кейін сіздердің көңілдеріңізге қаяу түсіп, ренжіп қалған болсаңыздар, мен сіздерден кешірім өтінемін. Менің айтқан әңгімем бір адамды меңзеп, атын атап, нақты соның өмірін әшкерелеу емес еді. Бірақ мені дұрыс түсінбеген сияқтысыздар. Менің видеом желіде бар болғаны жарты сағат, 1 сағаттың көлемінде тұрды. Кейіннен мен оны алып тастадым. Сол алып тастағанға дейін неше түрлі медиа пабликтер менің сөзімді бұрмалап, монтаж жасап, керек жерін қиып алып, жаңағыдай менің айтпаған сөзімді айтты деп жазды. Сондықтан сіздер дұрыс түсініңіздер. Таншолпан менен Елдостың осы программадан өтіп жатқанында, басында операция жасаған, бәрін ол өзі салып отырды. Қашан жүкті болады деп бүкіл ел күтті ғой, біз де күттік. Құдайға шүкір осы күнге жеттік. Менің жалпы айтқым келгені, мынау қазіргі кезде ер адамдарда бедеулік болса, онда қазіргі кезде медицина жаңа технологиялардың арқасында көмекке келе алады. Қазір осындай суперсовременный технология микроскоптың арқасында көзге көрінбейтін аталық ұрықты, аталық безден алуға болатын мүмкіндік бар. Менің айтқым келгені осы еді. Елдос молодец, ол өзінің жаңағы бүкіл тарихын айтып, басқа ер адамдарға
үміт берді. Көбіңіз менің видео салған оригинал видеомды көрген жоқсыздар. Тек қана бөтен пабликтерден монтаж жасалған, қырқып өздеріне ғана жаңағыдай пайда болатын информация таратты. Бір-бірімізді дұрыс түсінейік, ағайын. Елдос біздің жерлесімізсіз, бауырымызсыз. Сондықтан мен сізге ешқандай зиянымды тигізгім келген жоқ, сөзбен де. Бүкіл халықтан да кешірім сұраймын. Кешірім сұраған ұят емес. Кешірім сұрағаннан ешкімнің беделі түсіп қалмайды. Мені дұрыс түсінеді деп ойлаймын сіздерді. Назарларыңызға рахмет.